әйелді ұратын қандай еркектер? Организмнің өзінің наркотигіне қақпанға түсу. Ұратындарды заңмен тияйық деп жатыр ғой. Енді соның шапалақ көтергеннің бәрін апарып түрмеге қамай берсек, Сіз Бишімбаевтың кейсінен не көрдіңіз өзіңіз? еркектің әйелге қол көтеруінің ең көп кездесетін себебі қызғаныш. Яғни таяқ жеу әйелдің өзіне ұнайтын әйелдер болады, иә? Сен сөйтіп таяқ жеген кезде ол бар жеңіл. Кайф алады ғой содан, иә? Бұл оргазм алумен бірдей нәрсе. Қаншама әке отыр, баласымен сөйлесе алмайды. Жарқын, басқа жерде күліп ойнап үйге келсе бітті. Қасқыр, сирақ, еркекке кез келген нәрсеге шабыт береді. Соғысқа да шабыт береді әйел. Бар, соғыс, қыр, ана елді жаула. Екі адам отбасын құрған кезде 100% өтірікпен құрылады отбасы. Осы құрылған отбасын 3 жылдың ішінде сен осы өтірікпен шығуың керек. Диалог жүргізуді қалай үйрену керек? Мына сіздің сұхбатқа шақырғаныңыз қазір маған сондай ұнап отыр. Бірінші рет мені өстіп көзін тік сөйлеп отырған сіз шығарсыз. Сәлем достар, не болды YouTube арнасында кезекті сұхбат. Бишімбаев ісіне қатысты эффекттен кейінгі жағдайды біз талқылап көрмекшіміз. Яғни отбасындағы зорлық, зомбылық тақырыбы арқау болады. Сондықтан осы тақырыпты кеңінен ашу үшін танымал психолог Серікгүл Сәлиді студиямызға шақырып отырмыз. Серікгүл, қош келдіңіз студиямызға. Қош көрдік. Енді соңғы осы бір аптаның төңірегінде болғанына Бишімбаев ісінен кейінгі жағдай шыны керек, қоғамда бір үлкен бум туғызған сияқты. Иә, бізде отбасылық зорлық, зомбылық бар, оны айтып та жүр, барлығы да қозғап жүр. Дегенмен, бір осының эффектісі болған сияқты, енді қазір ол жоғарғы деңгейге дейін жетіп жатыр. Заңды өзгертейік дегенде ұсыныс айтылып жатыр. Бірінші сұрағым, жалпы әйелді ұратын еркектер ол қандай еркектер? Бұған қандай еркектер барады көбіне? Бірден қол көтеру болмайды, иә? Екі ерлі зайыптының ортасында белгілі бір уақытта қақтығыс басталады. Мен бұның атын еркек пен әйелдің ортасындағы соғыс деп атаймын. Яғни осы соғыстың бастауының себептері бірнеше болады. Біз қазір соғанда тоқталсақ болады. Соғыс алғашқы уақытта көп жағдайда еркектің үнсіз қалуымен басталады. Яғни ортадағы әйел мен еркектің ортасындағы кикілжіңде еркек үндемей жұта салады. Жандай өзін басады, үндемей қоя салады. Себебі еркек соғыс әлемінің адамы, әйелінің өзге осындай қарсылық, өзіне соғыс ашып тұрғанын еркек көреді. Бұл жерде үндемей қалғаннан басқа шара жоқ. Үндемей ғана қалады. Өйткені соғысу тәсілін шын мәнінде еркек біледі, әйел білмейді. Сол себептен әйел өзі білмейтін нәрсеге осылай қадам бастайды. Өзі оны түсінбейді, не осознавая. Бұл соғыс басталып кетті. Алғашқы уақытта еркек үндемейді, бір қалады, екі қалады. Осы жерде еркектің үндемей қалғаны қателік. Ол үндеу керек деген сөз, ол сол жерді ашып, талқылап, түсіну керек. Мысалы, әйелі одан не қалап тұр? Әйел айтады мысалға да, жеке тұрайық, мына үйден бөлек шығайық дейді. Я болмаса айтады жаңағындай. Неге біздің қолымызда көп адамдар тұрады, кетсін, біз өзіміз осы жерде жеке тұрғым келеді дейді. Я болмаса, сенің тауып жатқан ақшаң қайда, неге маған ақша бермейсің? Я болмаса жаңағындай, мен осылай отырғым келмейді, мен жұмысқа шығам деген сияқты. Әйелдің кез келген сондай бір сұранысы болады. Сол сұранысты соны айтады. Жаңдай, күйеуі ол жерді жаңдай талқылап, ол деген осылай, ол бұлай, мынау солай, сен мына жерде осыны түсінбей тұрсың, менің ойым осындай деп екеуінің ортасында ашық әңгіме болмайды. Яғни, диалог болмағаннан кейін бұл жерде бір түйнек қалады. Ол түйнек қалды деген сөз, ол жерде еркек өзі жаңағы жұта салды бірдеңені. Жайт қойш деген сияқты, айттым бітті, немесе түсіндірмейді, болды, қойш, айттым бітті, ол болмайды деген сияқты. Немесе ешқандай позицияны ұстамай үндемей қалады. Әйел мәселесі шешілмегеннен кейін ол тыныш қалмайды. Ол тағы бір оқиға келгенде бұны тағы бастайды, тағы көтереді басқа бір жағынан. Еркек тағы үндемей қалады. Тағы талқыланбайды, яғни тармақтал, бұл толық шешілмейді. Бір үндемей қалады, екі үндемей қалады, үш үндемей қалады, төрт үндемей қалады. Содан кейін біртіндеп еркек бұл мәселені қалай шешудің тәсілін білмейді ғой ол. Ол анық көреді, әйел өзіне соғыс ашып тұрғанын. Енді бұл соғысқа ол жауап беру керек, қорғану керек. Өйткені әйел бұған шабуыл жасап тұру мүмкін. Тілі, сөзі арқылы,
я болмаса бұны бір тығырыққа тіреу арқылы сен бұл жерде жаңағындай шеш, маған қарсы шығуың керексің. Көп жағдайда әйелдер өздері жаңағындай бір тап беруі мүмкін, өзі итеруі мүмкін, жұлқылауы мүмкін, сен отырма, үнсіз шеш дедім ғой саған деген сияқты, иә. Сондай бір қадамдарға барады да, бұл соғыс, сен маған шығуың керексің, сен айтуың керексің деген сияқты. Сол кезде еркектер жаңағындай бір сөзбен бұндай мәселені шеше алмайды, олар соғыста, олар қолын көтеріп жұдырғала жүреді, оның күші әйелден 10 есе көп. Сондықтан әрине еркектер жаңағындай осылай қармаққа түсіп кетеді. Көп жағдайда осы сценарийді көреміз. Енді біраз жағдайда былай болады. Әйел жаңағындай бір жұтады, екі жұтады, бұның соңы я болмаса қол көтереді, я болмаса олар жаңағы зорлық зомбылықтың 80% ішіп алған кезде болады деп неге айтады. Мен енді ішкен кезде осы өзімдегі шек тыйып отырған нәрселерді жаңағы шығам. Одан шыққан кезде есіме барлығы жаңағы жұтқан нәрселерім келеді да, сондықтан бірінші тап беретін адамым жаңағы әйелім, отбасында бала шағам, сондай. Өйткені ол мен сау жүрген кезде көп жұтқан түйнектер бар. Сол менің кеудемді кернеп бара жатыр, сол мені қысып бара жатыр деген сияқты. Сонда бұл отбасындағы шешілмеген мәселе. Бұл деген сөз еркек те әйел де бір-бірімен адам сияқты сөйлесіп, өзінің шекарасында біреудің жеке жаңағыдай біреу емес енді күйеу әйелі, соның бір жеке тұлғалық қасиетіне нұсқан келтіретіндей, және оның бір бала кезден әрбір адамның өзінің бір травмасы болады, әрбір адам. Сол травмасына тиетіндей, яғни оның бір қанын қайнататындай, бойын ашатындай, оны бір құбыжыққа айналдыратындай нәрселерді тимей, адам сияқты сыйластықпен, түсіністікпен бір-бірімен сөйлесу мәдениеті жоқ. Сонда көп адамдар жаңағы қол көтеруге барады. Негізі арнайы енді былай деп айтамыз. Сонда бұның соңында, бұның астарында ары қарай барсақ не тұр деп үңілеміз да. Сонда бұл еркектің де, яғни әйелдің де өзінің бір қабылдай алмайтын позициясы бар. Боль деп атаймыз бұны психологияда. Мен бір белгілі психотиптегі адаммын. Олар 24% өмірге келеді. Сол 24% өмірге келгендер солардың ішінен қол көтерушілер шығады. Жалпы отбасында. Басқалары, мысалы бұлай, қол көтермейді, бірақ үнемі психологиялық шабуыл жасап отырады. Бұны сөзбен тиісіп отырады ма? Иә, сөзбен тиісіп отырады. Бұл да зорлық зомбылыққа жатады. Иә, әрине бұл да жатады. Иә, бірақ бұл жаңағы енді нақты заңмен бұлай қылмыскер болып есептелмейді да, өйткені ол жаңағы сөзбен тиіскіш. Сондықтан мына жұдырығын алып тиісетіндер 24% өмірге келеді. Олар қай кезде қол көтеруші болады? Оның бәрі зорлықшы емес. Олар қай кезде қол көтеретін адамға айналады? Бірінші себебі олардың бала кезде өскен өзінің бір травмасы бар болады. Соған байланысты. Екінші себебі мен толыққанды жап-жақсы тәрбиеден шыққанмын. Менде ешқандай травма жоқ бала кезден. Бірақ ересек адам болғаннан кейін мен реализация еткен жоқпын. Менің реализациямда даму емес, бұл реализация. Яғни дамып болдым да, енді қоғамда қалыптасу, дұрыс айттыңыз. Енді мен қоғамда әлеуметте қалыптасуым керекпін. Осы қалыптасу менде болмаса болды, бұл да мендегі фрустрациялық күй болып есептелінеді. Яғни осы реализация етілмеген адамның фрустрациялық күйі бала кездегі травмамен бірдей. Яғни адам осы екі жағдайда жаңағы 24% туатын еркектердің осы екеуінің біреу болғандар, олар зорлықшы, зомбылықшы болады. Әйелдері де, еркектері ғана емес, әйелдері де. Сондықтан бұл әйелдер баласына қол көтереді, бұл күйеуіне қол көтереді, өзі бірінші осыны бастайды. Сондықтан бұл әйел де, еркек те осылай бөлінеді. Осы екі себеппен адамдар зомбылық жасайтын болады. Енді қараңыз. Сонда зорлық зомбылық жасау деген не? Психологияда, адам психикасында бұл қандай қажеттілік, бұл қандай сұраныс деп сұрақты тағы ашып қоюға болады. Сонда бұл дегеніңіз влечение, құштарлық, ынтықтық, влечение дегеніңіз. Ал сонда адамның влечениясы дегеніңіз бұл ең үлкен бір менің организмдегі гормондардың бөлінетін дозасы. Пигна жеткен кезде влечениядан мен өз дозамды аламын. Түсінесіз ғой, пигна, мысалы, бір қызға ғашық, ынтық, влечение, осы қыздың
жандай құшағына алып сонымен үйленген кезде пик соған өзі жеткен күй болады, бақыттымын деп өзін бақытты сезінеді. Сондықтан қол көтеру деген тура осындай влечение. Мен бір рет осы влечение қадам жасадым ба, бір қол көтердім ба, мен бұнда толерантность өсе береді, арта береді. Яғни сонда кайф алады ғой содан. Кайф. Сол себептен қол көтеріп жатқан кезде адам өзін контроль қыла алмайды, тоқтай алмайды. Ең соңғы несіне жеткенге дейін, пикқа жеткенге дейін әбден анан ұрып, ол сол сәтте оны өлтіріп алу болады, сол сәтте оны мүгедек қылып тастау болады, ол контроль бермейді өзіне. Яғни, енді мына жерді сіз саласыз ба жоқ па білмеймін, бұл оргазм алумен бірдей нәрсе. Мен осы влечение мына жақта жоқ, яғни толықтай мен зорлық-зомбылықшыға айналдым. Мен сол кезде осы организмдегі болатын процесс екеуін тексерсе, мысалы бір нейрондық деңгейде бір арнайы аппаратпен тексеретін болса, адам анау екі жағдайда бірдей күйде болады. Түсініңіз бе? Енді оны шектеуге бола ма, сен өзіңді тыюға? Сен келе жатсың, пигіне келе жатсың. Сен түсінетін сигнал қалай алуға болады? Сен қазір жақсы кайф алдың, одан кейін оның салдары болады ғой. Бірден бұны адам өзі түсіне алмайды, тоқтата алмайды. Сондықтан кез келген қол жұмсайтын еркек, әйел де баласына қол жұмсап алғаннан кейін ол сондай өзін кінәлі сезініп, кешірім сұрайды, жылайды, енді саған қол көтермеймін, кешір, уәде берем деп, ол сонда рас айтып тұр. Ол ойлайды, мен енді бұған қол көтермеймін деп өз-өзіне ант беріп тұрады. Бірақ влечение дегеніңіз жүректегі нәрсе. Жүрек әмір жүрмейді. Жүрек бір рет ана кайфтың дәмін сезінді ғой, ол мені қайтадан соған салады. Яғни бұл жерде тікелей психологпен, психоаналитикпен, психотерапевтмен психологпен жұмыс жасау арқылы ғана мен бұдан шығам. Бұл дегенің организмнің өзінің наркотигіне қақпанға түсу. Яғни организм өзі осы жерден бір рет сол дозаны алып үйренді ма, ол мен ештеңені түсініп тұрсам да өз-өзімді игере алмай, мен қайтадан соған барам. Бұл әйелге де, еркекке де қатысты. Сондықтан әйелдер балаларын ұрады. Мен қанша әйелді көрдім, баласының аузын күйгізген, өзі не болып кеткенін білмейді, бір есін жиғанда баласының жаңағы аузын күйгізген. Ол жаңағы сындырды баласының жерін, қабырғасын сындырып тастады, сондай есін жиятта, бұл не деген сияқты. Содан кейін психологпен жұмыс істеуге келдім, шошып кеттім өзімнен. Туған бұл балам ғой деген сияқты. Қаншама әкелер бар, баласын ұрады, әйелін. Ол бұрын баласын ұратын, енді әйелін ұруға көшті, немесе бұрын әйелін ұратын, енді баласын ұруға көшті, немесе ана фигураны ауыстырып отырады. Сонда бұл дегеніңіз, адамға қол көтеру дегеніңіз қозудың жоғарғы патология. Енді бұған қандай да бір тоқтам жасауға бола ма? Адам өзін тоқтам жасайды. Айтып отырмын, тоқтам жасаталмайды. Енді біз заңмен, мысалы, ұратындарды заңмен тияйық деп жатыр ғой. Енді заңның онда бұл жерде не керек бар деген сұрақ болып қалады да бұл жерде. Мен сол себептен мысалға мүмкін сондай психологтардың біреуі шығармын. Зорлық, зомбылықты тоқтатуға заң бір үлкен әсерін тигізеді деп мен есептемеймін. Ол мысалы былай деп айтады да, себебі мен бұл жерден нені көрем? Мен мына нәрсені көрем. Біз өзге елдермен салыстырғанда менің түсінігімде мүмкін бұл жерде компетенттілігім жетпейтін шығар, бірақ қайдан білейін, мен осылай түсінем. Біз саны өте аз елге жатамыз. Біз бар жоғы 20 миллион енді болайын деп тұрмыз. Болдық бүгіннен бастап. Болдық па? Иә, бүгіннен бастап. Енді 20 миллионбыз. 20 миллионымыздың жақсы, тең жартысы еркектер, ұлдар, ер азаматтар, иә. Енді соның шапалақ көтергеннің бәрін апарып түрмеге қамай берсек, біздің еліміздің 30% түрмеде жатады. Ал жұмысты кім істейді сонда? Шапалақ көтергеннің бәрін, ол тек қана шапалақ көтерген емес, оны көгілә қойдай қылып сабап, бір жерін сындырды дегеннің өзін бізде көп қамамайды ғой. Мен ойлаймын, оны неге көп қамамайды? Себебі сөткіге. Көбі түрмеде жатса, мына қоғамда жұмысты кім істейді? Менің ойымша, оның халықтың 30% қылмыскер түрмеде жататын болса, біз мүмкін бір белгілі бір елдерде статусымызды жоғалтатын шығармыз, бір дүниежүзілік бір арнайы бір статистикаларға салатын болса. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде адамымыздың саны өте аз болғандықтан заңды күшейтпей отырған шығар мүмкін деп.
бірақ енді қараңызшы, мына Бишімбаевтың кейсінен кейін сен ондай ойдан түбегейлі арыласың да. Неге? Сөйтіп, мысалы, ойлаңыз, 2022 жылы статистикаға қарайтын 400 әйел адам өзінің күйеуінің қолынан қаза тапқан. Бұл енді былай қарасаң негізі аз сан емес қой. Неге әрбір адам, әйел адам сөйтіп күйеуінің қолынан тұрмыстық жағдайда қаза табу керек деген сұрақ туындайды да. Енді бұған қандай да болса да үкімет енді назар салу керек қой. Мысалы, сіз Бишімбаевтың кейсінен не көрдіңіз өзіңіз? Мысалы, байдың баласы, әке-шешесі академик кісілер, тәрбиесі жақсы, болашақта оқыған деп мақтады, міне мынандай жағдайға тұр деген. Демек, бізде басының деңгейінің жақсы тұруына немесе тәрбиенің күшті беруіне байланысты емес болып тұр ғой бұл жерде, еркек адамдардың несі. Жалпы сонда мынандай бір ой қалыптасқан қоғам арасында, әйел адамды ұрады, тұрмысы төмен жағдайдағы отбасылар деген түсінік қалыптасты, соны жойып отыр ғой мынау. Сондықтан бұл шулы оқиға болып тұр. Иә, дұрыс айтасыз. Яғни сіз өзіңіз не көрдіңіз осы Бишімбаевтың кейсінен? Мысалы, әлі біз кінәлай алмаймыз, ол сот дәлелдеген жоқ оны әлі. Сіз екеуміз осыны айтып отырмыз. Мен осыған дейін бірнеше бағдарламаға барып қатысып тастадым осы оқиғаға байланысты да. Сонда мен анық мына нәрсені көремін. Қараңыз, бұлар оқыған, тоқыған адамдар. Және мен сөйлесіп жүрген жаңағы бағдарламаға келіп қатысып отырғандарда бір елдің алдындағы жүрген қоғам белсенділері, арнайы бір мамандық игерген ер адамдар. Солардың өзімен сөйлескен кезде бізде әлі күнге дейін еркек пен әйелді қойып келгенде еркекті жоғары санайды, әйелді төмен санайды. Егер де біздің мемлекетте, өкімет басында, барлық жерде көбірек басқарып еркектер отырса, оның ақылды дегеннің өзі әлі күнге дейін әйелді байтал шауып бай келмай, қатын не дейсің, өзің бірдеңесі не болсын деген пікірде отыратын болса, біз нені өзгерте аламыз? Мысалы, бір ер адамдар жүргізетін қаншама жаңағы не бар ғой? Сіздердікі сияқты подкасттар бар, әртүрлі да интервью. Сондайлар неге осыны қозғап шақырмайды екен? Мүмкін шақырып қозғаса қозғап жатқан шығар. Бірақ әйелдерді шақырып, қыздарды шақырып, біздер мамандарды шақырып, осы жердің ішіне үңілейік деген сияқты жақты неге қозғамайды екен? Көбі бәрібірде бұл жерде біз барлық қоғам болып, ер адамдар бәрі бұнда әйелді кінәлайды. Мысалы, мен осындай зорлық-зомбылық көрген әйелдермен жұмыс жасайтын орталықта істеген кезде тіпті қараңыз. Міне әйел таяқ жеді, көзі шығып кетті, қаншама ауыр соқ, енді қарасаң жүрегің ауырады. Сөйтіп тұрған әйелдің өзіне, жаңағы анау заявлениені жазып отырған милицияның өзі, ол әйелдің өзін кінәлі қылып көреді ана жерде. Сен бірдеңке дедің, сен өзің басқа тиіскен шығарсың. Сен себепкер деп солай әйелдің өзін кінәлі қылып көреді. Ал жақсы, мен үндемедім, бұл жерде қалдым. Енді анау больницаға барып тіккізіп отыр ана жыртып жіберген жерін. Сонда мен неше врачтың да сойытып айтқан дәрігердің десін. Дәрігер интеллигентіне соның өзі ауызға ие болу керек еді, не істеп жүргенін қарау керек еді. Дәрігердің өзі сөйтіп әйелге сынап қарайды. Яғни сонда менің қазіргі мысалы жеңіліп бір пәс орынды ұстағаным, біз заңды күшейтейік, заңды қабылдайық деп біз шыға алмайды екенбіз. Заң қабылдайтын жақта да әйелдер жоқ. Өйткені тағы ішіне үңілсеңіз былай. Кеше ғана мен осы сөзді естіп өзім таң қалдым, кеше ғана. Заң неге біз өкімет басына көп әйелдер енбейді? Депутат, министрліктерге кірмейді. Бар ұмтылатын әйелдер кіргісі келеді. Дауыс беретін халық еркекке көбірек дауыс береді, әйелден гөрі. Тіпті мектеп парламентінде президентті сайлаған өзінде, мектеп парламентіндегі президенттікке бір 3 ұл бала қатысты ма, сол 3 ұл балаға бәрі дауыс береді, ана 10 қызға жоқ дауыс. Сонда біз қоғам өзіміз еркекті қолдап көтеретін, әйелді басатын қоғамбыз. Сондай бола тұра, осындай түк өнбейтін тақырыптарды мен айтқым келмейді осының бәрін үңілгендіктен. Сондықтан мен заңнан үміт күтпеймін, олар қамасын деп бір іске аспайтын дүниелерге басымды қатырып, соны айтып, айқайлап, солай жүрмеймін. Мәселеге кішкене ішінен жаңа сізге бір айтып бастаған жақтан үңілем, шешімді со жақтардан іздеймін. Енді отбасында біз қалай тәрбиелейміз? Қызды қорғануға және ұлды қыз балаға тиіспеуге.
қалай тәрбиелеу керек? Барлық отбасынан басталады деп айтамыз ғой. Енді психологиялық тұрғыдан екеуін алып қалайтын болсақ, ұлдың психологиясы қалай болып өсу керек, қыздың психологиясы қалай болып өсу керек? Енді екеуінің тәрбиесін алдағы басқа кезеңдерде ұл мен қыздікі деп көп бөле бермейді. Ең бастысы бала еркін, тәуелсіз, жауапкершілігі бар, өзінің жеке шекарасын өзі сезіп біле беретін, өзінің жеке шекарасын сауатты түрде қорғай алатын, яғни кез келген адаммен қарым-қатынас жасап кете алатын, коммуникабельді. Содан кейін әрдайым өз-өзінің дамуымен жұмыс жасап отыратын, бір өзіне сенімді, осылай сипаттамаларды қоса береміз, сондай тұлғаны біз өсіріп шығару керекпіз. Ойында көкжиегі кең, ойлау қабілеті кең. Ең бастысы осындай тұлғаны өсіріп шығару керекпіз. Сол кезде бұл тұлға әрдайым кез келген уақытта біздер мәселені соғыс арқылы, конфликт, жұдырық көтеру арқылы шешу деген форматтың ішінде қалып қойғанбыз. Жоқ, кез келген мәселені мынау интеллекті бар адам, моральдық тұрғыда да кез келген жағынан, өзі психологиялық тұрғыда сондай дамып жетілген адам болса, жұдырықтан көрі сөзбен кез келген нәрсені шешуге болады деген түсінігі бар баланы тәрбиелеп өсіріп шығару керекпіз. Ортадағы болған кез келген келеңсіздік, конфликт түсінбеген нәрседе, мысалы көп осындай еркектің әйелге қол көтеруінің ең көп кездесетін себебі қызғаныш. Басты себебі. Ең көп кездесетін себебі қызғаныш. Еркек әйелін қызғанады. Бұл қызғаныш дегеніңіз табиғи түсінік. Табиғи түсінік. Яғни қыз сонда қызғанышқа байланысты нені түсіну керек? Қызғаныш еркек жаңағындай, яғни өмірде бұл жабайы табиғатта, жануарлар әлемінде бар нәрсе қызғаныш деген. Сол қызғаныштың кесірінен еркектер бірін-бірін өлтіреді табиғатта. Еркек екі ағаю бірін-бірімен шайқасқа шығып, анау-ананы өлтіреді да, содан анау-анау ұрғаш аюға барады. Сонда тіпті шаянда да сол, қоянда да сол, тауықта да сол бәрі да еркегі бір-бірімен. Неге олар бірін-бірін айғырлар тістесіп тебісіп жатыр? Не қызғаныш қой. Табиғаты сондай. Табиғаты сондай. Еркектің жаратылысы табиғаты сондай. Енді бұлай, адам несімен ерекшеленеді? Адам қыз қылығына тыю бар. Яғни біздің адам болғанымыз сол, адамның ұрғашысында әйелдердің қылығына тыю деген сөз табу. Яғни қыздың тәрбиесінде қыздың қылығында табу болу керек. Табу деген сөз, сен бір ғана еркекті еліктіре аласың. Табиғаттағы жабайы аю сияқты бүкіл аю еркек, аюдың бәріне есіңді шашып, бәрін еліктірмейсің. Ал қырлың бірін өріп, бірін қал, тірі қалғаның маған кел деп тұрады ғой ұрғаш аю. Ал адамдардың ортасында сен олай құқың жоқ. Сен адам болып тәрбиеден өттің деген сөз, қылыққа ие болып, бір ғана еркекті еліктіресің. Бір ғана еркекті өзіңе қаратасың, және соның алдында қылмаңдайсың. Қайда? Жатын бөлмеде, бүкіл елдің көзінше емес. Сондықтан бұл деген қыздың ұяты. Табу деген сөз қыздың ұяты. Ұяты бар қызға еркектер үйленгісі келеді. Өйткені оның ұяты кез келген еркекпен елігіп кете бермеуге тыйым салады. Адам өз ұятынан өзі аттай алмайды. Қыздың тәрбиесінде осы нәрсе ескерілу керек. Ұлдың тәрбиесінде ұлдың қылығына табу жоқ ешқашан. Бірақ ұлдың влечениясына табу бар. Влечение деген сөз, сен, яғни, жаңандай, балаға влечение болуға, құштарлық болуға болмайды балаға. Жасы толмағанда, туысқаныңа құштарлық қылуға болмайды. Досыңның әйеліне құштарлық қылуға болмайды, яғни, соған сондай қылуға да, яғни, еркектің влечениясына табу, әйелдің қылығына табу бар. Осыны дұрыс қалыптастырып өсіру керек. Міне, қыз бен ұлдың тәрбиесіндегі ерекшелік осы, және есейген кезде қызға қырық үйден тыю деген, бұны біздің қазағымыз қанша нәрсені шатасып түсініп жүр. Қызға қырық үйден тыю дейді, жан-жақтан ұят деп басады. Содан кейін оған күш бермей, жаңа қыздар осындай қылып кетті, нені ұят, қай жағынан басу, не нәрсе деген, бұның бәрі талдап айту керек. Қаншама тақырып. Бұл түсініктерге мамандардың өзі толықтай қазір анықтама беріп, әрқайсысына жеке-жеке тоқталмайды, бір жабық
қалпында әйтеуір қазағымыздың дәстүрі бойынша деген бір сөзді анау айтқан сөйтіп мынау айтқан бүйтіп ал не бопты ал оның айтқанынан не түсіндің. Сондықтан талдау нәрселер көп жоқ. Бұл саладағы шынымен айналысып жүрген мамандарды тарту керек та, мен ойлаймын. Арнайы осы тәрбиеде әрбір ата-ана білу керек, әрбір ұстаз білу керек. Ұстаздың барлығына жаңдай бір тәрбиені артып қою емес, класс, сынып жетекшілер, мектептегі арнайы ұйымдар. Сонымен қоса бала пубертатты кезеңнен кейін білу керек деген ақпараттар бір сүзгіден өту керек. Түсінік ортақ жүйеге келу керек. Сол кезде біз осы зорлық зомбылықтың алдын алу іс-шаралары бізде жүретін болады. Келесі зорлық зомбылық бізде ешқашан тоқтамайды. Себебі бізде осы зорлық зомбылыққа мен тіпті кейде мынандай адамдарды көрем. Мынада жаңағы мен айтып отырған 24%-да туады деп айттым ғой, типті туған. Сол 24%-ға кірмейді мынау. Мынау ешқандай зорлық зомбылықшы болмау керек адам. Бірақ бұл да жаңағы әйелін жандай нұқып қалады, сондай қып қалады, бір қолын бүйтіп түртіп қалады. Мынаған не жабысты деп қарасам, оны өйткені зорлық зомбылықшыларды өсіретін мектепке берген. Мен зорлық зомбылықшы өсіретін мектеп деп карате, шмарате, бокс, сокс, жаңағы зүйдо дегендердің бәрін соған жатқызам. Бұл жақты да ешкім түсіне бермейді. Қай мектепке барыңыз, қай жаққа барыңыз, осындай ұрыс төбелес жанжалдың жаңында үйірмелерін ашуға жарнама, ол деген керемет деп бәрі ұлын да қызын да желкелеп апарып соған береді. Неге беріп жатырсыз? Ертең мәселені тілмен емес, жұдырықпен шешетін баланы өсіріп жатырмыз. Ол жерде біз қорғану мақсатында ғой, бұны ара-жікті ажырату керек. Кімнен қорғанады? Қараңыз. Міне қараңыз. Міне сіздің өзіңіз қазір мен сөйлесіп отырсыз, маман ретінде. Сіздің өзіңіз айтасыз. Қараңыз, енді қараңыз. Мен де 3 бала тәрбиелеп отырмын. Мен бір баламды зорлықшылардың үйірмесіне берген жоқпын. Қараңыз. Менің балаларым конькимен сырғанау, суда жүзу деген спорттармен өсті. Оларда енді сіздің боксқа барып жүрген балаңыз. Менің балам қасында жүр. Ол кімнен қорғанам деп боксты үйреніп алып жүр. Менің коньки тебетін баламнан ба? Суға жүзетін баламнан ба? Кімнен қорғанады? Себебі біз өте маңызды мына түсінікті білмейміз. Қазір енді сіз тырысып көріңізші мені түсінуге. Тым болмағанда сізге түсіндіріп жіберейін. Бала не нәрсені білет, соған демонстрация жасайды. Нені білет, сонысын көрсетеді. Яғни бала қараңыз, сурет салып үйренген біле ма? Суретін салат та, қарандар, мен қалай қолмай. Енді біреу міне шпагатқа отыруды біле ма? Қарандар, мен не жасай алам? Біреу гитара тартып біле ма? Қарандар, мен гитара қалай? Менің ұлым көрсетеді, коньки қалай тебетін. Сонда анау көрсетеді, қарандар, мен қалай суға жүзе алам? Қандай күшті сондай да? Мына біреу тұр, екі қолын қалтасына салып, ол танау бұзуды үйренген. Аяқпен яқ деп танаудан тебуді үйренген, или жұдырықпен бұлай қорғануды үйренген. Кімнен қорғанады? Әншіден қорғана ма? Кімнен қорғанады? Бұлай қарасаңыз. Ол ақырын енді тұрады да, сен неге маған бір түрлі қарап тұрсың, Ол повод табады. Сенімен байланысып өзінің танау бұзуды білетінін ан жерде демонстрация жасауға. Коридорда сіз просто бақылаушы болыңыз да, бір 3-ші кластың каратеға 3 бала баратын сыныптың сыртынан бір 3 күн бақылаңызшы. Ана каратеға баратындар қоңырау кезінде шығады да, әрдайым аяғын теуіп бүйтіп, яқ, ізденіп, тіленіп, сұранып жүреді. Сонда бұл жерде сенің балаңа сен біреуге өзің тиіспе деген тәрбие жүрмейді ма? Жүрмейді. Бұл дегеніңіз миф, бұл дегеніңіз иллюзия, жүрмейді. Бала не нәрседе үйренді, соған демонстрация жасайды. Сонда сіздің балаңыз керісінше менің мынау коньки тебетін балама тіленіп, ол жаңа коньки тебетін балама тисе қоймайды. Қараңыз, мына домбыра тартатын, сурет салатын, шахматқа баратын, қарандар, мен қалай үш көшекпен шақ қоям деп үйрен, соларға тіленеді. Әрдайым адам әлсізге жүгіреді, әлсізге, әлімжітік көрсетеді. Соған тиісіп, өзінің мықты екенін көрсеткісі кеп тұрады, әлсізге. Сонда сіздің балаңыз мынау күштіден қорғанады. Одан күшті кім? Бокс, карате, шмаратеге баратын балалардың тағдырын екі-ақ нәрсе күтіп тұр, мен осылай айтамын. Екі-ақ нәрсе. Или ол біреудің желкесін үзеді, түрмеге кетеді, Бишімбаев. Или өзінің желкесі үзіледі, инвалид болады, или өледі. Бітті. Басқа ештеңе жоқ, бұдан басқа.
қайсысын. Үшінші вариант қосуға болады, бірақ ол бәрібір ана жерге кіреді. Психбольницаның тең жартысы боксерлар ғой. Қазір спорт жоғары ма, білім жоғары ма? Қайсы жоғары? Білім жоғары. Білім жоғары. Олай болса, жаппай білімге береміз да, спорт қосымша. Спортты қосымша қылып аласыз ба? Ешқашан бокс, карате, шмарате қосымша болмау керек. Қосымша ол гимнастика болу керек, ол суға жүзу болу, ол сондай қосымша спорт міндетті түрде керек балаға. Бірақ ана спорттар, яғни әрбір бұрыштан карате мен бокс ашқанша, әрбір бұрыштан гимнастика, жаңағы суға жүзу, ауыр атлетика, не бар? Не нәрсе? Жеңіл атлетика деген сияқты спорттың әр түрлі сондай жалпы адамға физикалық тұрғыда даму беретін балаға. Сондай спорт түріне беру керек, міндетті түрде. Ал енді балаңа сен ұл балаға ұқпайды оны ешқашан. Қызға қол көтерме деп тәрбиелеп өсірсең, айта берсең, ол ұқпай ма? Ұқпайды оны ешқашан. Ешқашан ұқпайды. Мысалы қараңыз, былай балаға сөзді айтып, сен қызға қол көтерме деп сен сөйтіп біз айтамыз да. Бірақ ол сондай қол көтеруді көретін болса, үйде, ол сыныпта соны көретін болса, ол басқа жақта соны көретін болса, немесе жалпы қызға қол көтерме деп мен неге айтам, мен оған бұны қай кезде айтам? Қай кезде? Мысалы, біздің үйде ойнап жатыр дейік. Әпкесін ол бір ойыншыққа таласты дейік, бермей қою мүмкін да, сондай жағдайда ол ұрып жіберу мүмкін. Мен осы кезде көрген кезде, мысалы біз үйде айтамыз, неге сен қыз балаға қол көтересің, ұрма, ол сенің әпкең. Айтып отырған сөзде уже қателік. Қызға емес, жалпы адамға қол көтермеу керек. Адамға, енді бұл жерде енді субъект бәрібір, объект бәрібір әпкесі болып тұр ғой. Біз жаңағыдай бөліп тұрмыз да, ол сен жаңағыдай қол көтерме. Бала ең алғашқы кезде мен осылай деп айтам, менің айтқан сөзіме біраз психологтар қарсы шығады, не айтып отырған ол психологтардың өздері де білмейді. Мен өте жақсы білемін не айтып отырғанымды. Бала туа қалған кезінен, кішкентай кезінен өте жауыз болады. Яғни бала сондай болып туады. Баланың ішінде жек көру сезімі, ең алғашқы оның сезетін сезімі жек көру сезімі. Ол ең алғаш мынау әпкесі екенін сезді ме, оған соған деген сезімін ұру арқылы білдіреді. Ең алғаш баланың сезетін адамы мамасы. Мамасын сезді. Мамам бар, қандай күшті. Мысалы да баланың ішінде сондай бір процесс. Бала мамасын кеудесін тістейді, бойына жасайды. Қолында ойыншықпен маңқ еткізіп ұрады. Сүйек мұжып отыр ма? Мамасы, ой жаным, пөчанам, жаным деп келіп тұрса, сүйегімен тарс еткізеді басынан. Қатты кездік, жауыздық, өйткені мамасын сезіп тұр. Содан біз осы кезден бастап баланы тәрбиелейміз. Мен айтқан нәрсенің бәрін түсінетін болса, адамдар уже нақты шынайы бір түсінікке келеді да, терең түсінікке. Сонда біз енді тәрбиелейміз баланы. Иби бол, мамасы вабы бол, олай болмайды, де. Көрдіңіз бе, қалай үйретеміз. Содан бала маманы аяп енді үйренді. Одан папаны сезеді. Папаны да ұрады. Папа құласа қалай күледі мәз болып. Құлақ қаса. Бала қарап отыр, тарс етіп құлақ қаса күледі ғой қарқылдап. Біз күлеміз сосын. Ол күліп жатқанда біз, ойбай мынау күлді дейміз да, өтірік қайта-қайта құлаймыз. Еле қара, папаны мен мәктеймін, папаны ұрса, бала күледі. Мынау күліп атыр деп, одан сайын ұрамыз. Біз қанша нәрсені түсінбей өзіміз қателіктер жібереміз. Енді бала атасын сезеді. Ата жатыр міне, тәй-тәй басып жүр, қолында пульт бар, ойыншық бар, машина ойыншығы бар, ойнап жүр. Атасы телевизорды көріп, диванда жатыр. Атаның қасына келеді да, ойыншықпен маңқ еткізеді. Көзі ісіп кеткен, көгеріп кеткен. Мен ғана көрем бе бұндай нәрсені? Басқа адамдар да көре ме? Үйде жатыр, мына бала мені ұрып осындай қылып. Сізді алғаш сезіп бастады. Ол үшін ұрсудың балаға, баланы сондай қылудың қажет жоқ. Аяу керек, аяушылық сезім. Баланың ішінде сезімді осы кезден тәрбиелейміз. Соны сезім тәрбиеленген кезде бала жанашыр болады, аяйды, аяушылық сезім болады. Мен аяған кезде мен осы жақтарға кетпеймін. Басқа адамды аяған кезде, аяп сезген кезде, ан жері ауырып кетті ғой деген сияқты. Сондықтан мысалы ютубтағы ең көп қаралым жинайтын видео, вирус видео. Осындай злорадствовать ету, біреудің несіне күлу видеолары ғой. Соны көп көресіз ба? Адам ретінде даму емес, керісінше соның ішінде қала бастайды. Сондықтан бала осындай нәрсе не көріп жатыр, мен не түсінем, осындай жағынан не көрем. Бұларға осындай кең ауқымды үлкен қадаммен
келудің өзі осы отбасындағы зорлық зомбылықты заң деп қақылдап емес, адами тұрғыда бұны түсініп, мәселені жұдырықпен емес, сөзбен, бізде сөйлесу білмейді ғой адамдар. Отбасында сіз сөйлесуді білмейді. Қаншама әке отыр, баласымен сөйлесе алмайды. Жарқын, басқа жерде күліп ойнап, күліп отырады, қалжыңдатып, бүкіл ағайын туысты күлдіріп, құда-құдағиды қарық қылып күлдіріп, ашық жарқын осындай, үйге келсе бітті. Қасқыр, тиран, баласына зікіп сөйлейді, айғайлайды, әйеліне жәбір көрсетеді. Соның бала шағасы әйелі маған айтады. Біздің папамыз енді сыртта өте жақсы адам. Ішке келгенде бітті құбыжық. Сен сыртта қалай сен сөйлесе алдың, осыны іште сөйлесе алмайсың. Неге? Тіпті білетіндердің өзі. Ол адам бір танымал, жақсы бір қызметте жасайды ол. Ол сондай өйткені мына іштегі ең жақын адамдар деген сөз, ол қаншалықты адам саған жақын, соншалықты оны тану қиын болады. Себебі анау адамның круг саған жақындай берген сайын сен өзіңе келесің. Сонда адам өзін танымайды. Мен өзімді танымаймын, сондықтан өзіме жақын ішкі кругты да танымаймын. Одан сыртындағы кругтарды оны әйтеу танымаймын, бірақ олармен бейтеп қарым-қатынас құра берем. Ананың проекциясы мынаған әкелмейміз, өйткені өзімнің ішімде көп бол бар. Жаңа реализоваться етпеген нәрсем бар, болым бар, мойындағым келмейтін нәрселерім бар көп деген. Немесе мынау әйеліммен диалогқа келу, сырттағы адаммен, қалайсың, жақсы, жақсысың ба, бопты, анау не болды деген диалог емес. Ішкі жағдайда ол жақсы, не жақсы? Онша жақсы емес, не жақсы емес? Өйткені сен осындай қылым, мұндай қылым, мен оны үйтпесем бұлай. Өте көп менің өз-өзіммен жасау керек жұмысым бұл жерде, по факту. Оны қазғым келмейді, сондықтан қазанды жабық күйінде қалдырып қойғым келіп тұрады ғой. Ал қалай үйрену керек отбасында бір-бірімен диалог жүргізуді қалай үйрену керек? Тіпті күйеу мен әйел емес, жалпы туыстардың арасында дейді ғой. Адам өзі жалпы ең жақын адамдарын сен қатты ренжітесің ғой. Өйткені сен ең жақын адамдарыңа ауыр сөз айтасың, оны ренжімейді деп ойлайсың. Бірақ шындап келген кезде сенің ең ренжитін адам ол жақын адам ғой. Міне осы отбасындағы осы жерді қалай толтыруға болады? Отбасында диалогпен қалай келуге болады? Қараңызшы, диалогты құру үшін ең бірінші мен бір сезімімді іштегі, өзімнің қазіргі бір күйімді, бір басынан өткен оқиғаны жеткізе алатындай менің сөздік қорым болу керек. Мен қанша жерде енді мына сіздің сұхбатқа шақырғаныңыз қазір маған сондай ұнап отыр. Бірінші рет мені өстіп көсілтіп сөйлеп отырған сіз шығарсыз. Сонда менің ең бірінші диалог құру үшін менің сөздік қорымда кем дегенде бір 10-20 мың сөз болу керек. Сөздік қорымда. Ондай сөздік қорымда сөз жоқ па? Мен қалай диалог құрам? Не ғой несі нетіп, енді соны неге жасамасқа? Ол қалай енді соны сөйтпеске деген бірнеше сөздің. Типичный қазақ тілі. Сөйтеді да, сонымен бұның соңы қайда апарады? Бұның соңы немесе бұлай, ойы бұлай әдемі тұрда, ойды қате сөздермен шығарды, анадам қате түсінеді. Содан ол айтады, сонда сен сөйтіп тұрсың ба маған дегенде? Жоқ, мен саған басқа нәрсе айтып тұрмын. Сөзді дұрыс тапқан жоқ, өйткені сөздік қорында аз ғой сөздер. Сонда бұның мен диалог адаммен құралу үшін менде сөздік қорым жеткілікті болу керек. Сөздік қорым не арқылы қалыптасады? Кітап оқу арқылы. Сонда бәрін айналдырып кеп, мен кітап оқымайсың ба? Адам болмайсың. Кітап оқымадыңыз ба? Адам сияқты адамдардың ортасында қарым-қатынас құра алмайсыз. Ойыңды жеткізе алмасаң, сезіміңді жеткізе алмасаң, өзің қалауыңды ол адамға айтып жеткізіп, оның айтып жатқан нәрсесін айтқан деңгейде мәдениет қой бұл. Бұл жаңа үйрену керек мәдениет. Ол кісінің айтып жатқан сөзіне, сонда сіздің айтып отырғаныңыздан мен осылай түсінгенім сонда дұрыс па деп айту керек. Сонда ана кісі, дұрыс түсіндің сен, немесе жоқ, дұрыс түсінбедің деген кезде мен оған қайтадан мүмкіндік беруім керекпін. Онда қалай деген сияқты, Міне отбасында осы именно қарым-қатынас қалыптасу керек. Сонда осыны көріп өседі бала. Бұл сөзді бірден айғайласып кету емес, бұл жерді сөйлесу. Сонда осыны үйренген бала ертең мектепке барып ұстаздармен сөйлессе, қаншама ұстаз бар диалогқа келмейтін. Жоқ, сен болды, жап аузыңды деп аузын жабады. Қалай аузын жап? Баланың өзінің мнениесі тұр ғой, айтсын да мнениесін.
мүмкін бала өзінікін дәлелдеп шықса, баланыкі дұрыс шығар, маған өзгеру керек шығар мынаған байланысты. Сонда біз бөлек болып тұрмыз ғой былай. Ата ана мен баланы алсаң, еркек пен әйелді алсаң, әр қайсысы өз алдына жеке бөлек. Бір-бірімен қарым-қатынас құратын басты құрал сөз. Ол сөздік қор менде жетпейді, кедеймін сөздік қорға. Сөздік қорға кедей болсам, мен қарым-қатынас құруға қабілетсіз адаммын деген сөз. Жалпы адам бүйтіп отырып келші екеуміз сөйлесек деудің өзі процесті жеңілдете ме? Бұл бастайды. Бірақ ол келші екеуміз сөйлесек дегеннен кейін енді екеуі сөйлесе алмайды, өйткені бірін-бірін тыңдай алмайды, сондай болмайды. Сол себептен олар сауаттылары психологқа келеді. Психолог ол ананың айтқай отырған ойын, оның бәрін түсініп, осылай. Сіз осылай сонда айттыңыз, дұрыс па? Дұрыс. Мына кісі, сіз қалай түсіндіңіз? Мына осылай, солай. Ол кісі бұны ақсап айтты, түсіндірген кезде, онда былай. Онда былай деген сияқты да. Сонда психолог ол кісілердің түсіп қалған тұзақтарынан сезім арқылы содан шығарып беретін маман. Енді мына жерден сұрақ туындайды. Біздің қазақ отбасылар, мысалы, конфликт бар үйде, проблема бар. Қаншалықты келіп психологқа айтатын деңгейге жеттік? Бізде көбіне психологтың рөлін кім атқарады отбасында? Туған туыстарының біреуі, достарының біреуі, қыз балаларда ол подружкасы келеді да, ол өзінің түсінгенше саған көмек береді. Оныкі дұрыс болуы да мүмкін, бұрыс болуы да мүмкін. Мына отбасындағы жаңағы айтқанда тырнақша ішінде алған психологтардан. Кеше мен бір тренинг өткізіп жатырмын да. Өтудің жолын айтсаңыз. Топтық терапия өткізіп жатырмын да. Сол кезде жандай соңында кері байланыс сұраймын енді уақыттарыңызды бөліп келдіңіздер, не алдыңыздар өздеріңізге деген. Сол кезде бір жас әйел айтады: "Мен қазір мынаны түсіндім" деді, сізге келіп отырып. "Мен осыған дейін бір проблемаммен психологқа барғам" деді. Содан ол психолог менің проблемамды шешіп берді дейді, шешімін айтып берді. Содан кейін ол шешімін айтып берді, соның шешімімен соны шештім деп ойлап, мен солай үйге келгем, сөйтсем, ол шешім емес екен, ары қарай ол проблема ушығып кетті. Қазір мен сізден түсінгенім, сіз ешқашан проблема шешіп бермейді екенсіз. Психологтарды айтып тұр ғой. Психологты айтып тұр, маған айтып тұр. Сіз проблема шешіп бермейді екенсіз. Сіз адамды проблеманы өзі шеше алатындай күйге әкеледі екенсіз деді. Ол кісі өте жақсы айтты. Мен, яғни психолог деген ешқашан сізге жауап бермейді. Сізге, яғни, проблема шешіп бермейді. Мен не істеймін деп келеді ғой, осындай жағдай, мен не істеймін деп келгенде, сен сөйт, сосын бүйт деп ешқашан психолог жауап айтпайды. Сен не істеймін деген сұрағыңның жауабын өзің табасың, өзің келесің. Сен сол шешімді қабылдайтындай күйге сені психолог әкеледі. Сондықтан мен сіздің қойған сұрағыңыздан бізде қазір психологтардың бәрі де жақсы болмай тұр дегенді айтқым келіп тұр. Яғни барлығы өзінің психологиялық осы психолог деген мамандығын жақсы игерген, сауатты жұмыс жасайтын болмай тұр. Бұл бір проблема да. Екінші мәселе бір көңіл толатындай. Бұрынғыдай емес, қазір психологқа келетіндердің саны артты. Үшінші нәрсе, психологқа келмей отырғандардың өзін, келмейді, психологты мойындамайды. Отырғандардың өзін үйдегі оқиға психологқа баруға мәжбүр қылып тұр. Бұл біздің қоғамда тәуелділік өршіп келе жатыр. Ойынға тәуелділік, наркотикқа тәуелділік, ішкілікке тәуелділік. Сенің балаң тәуелді, ойынға салған 40 миллион, 100 миллион кетті ақша. Сенің балаң наркоман, қоймайды наркотикті, таблетка ішеді, шөп шегеді, наркотиктің түрлері бар өте, түрлі. Соған тәуелді, осыдан енді қойғызу үшін баласына бәрін жасау керектің бәрін. Жаңа бақсыға барып түшкірткен әсер еткен жоқ, баласын үйлендірген, қойып адам болып кетер әсер еткен жоқ, жұмысқа тұрғызды әсер еткен. Не жасау керек нәрсе, ойына келген, ауылға апарып жұмысқа салайық әсер еткен жоқ, армияға жіберді әсер еткен жоқ. Барлығынан по полной программе жеңіліп отырған ата-анаға кімге барса да айтады: балаңызды психологқа апарыңыз. Психологқа апарыңыз, содан адам болады. Амалдың жоқтығы тарыққандарынан сөйтіп барып психологқа әкеліп отырған, қазір сондай адамдармен мен жұмыс жасаймын. Психологқа не өздері келеді, түсіне отырып. Бұл деген мынау үйде өзін адамға қысым беретін нәрселер үйде көп. Баламды түсінбеймін, ұнамайды, өзімді осындай.
баланы осындай қылып тәрбиелеген, мынау қатын ұнамайды, сен ғой осыны өстіп өсірген. Әйел үшін күйеу ұнамайды, сен өзің алкоголиксің, сен өзің оңбағансың, сенен шыққан бала қайда барсын деп. Осы бұл болмайды бұлай. Мынаны шешетін психолог маман бар дейді. Сол психологқа барайық деп өздері келу керек, бұл қатты ушықпай тұрып. Өзі келмей ма, өмірдің өзі мәжбүрлеп. Осы бала наркоман болады, игроман болады, я болмаса анау осындай болады, қызы осындай болады, ұлы осындай болады. Бәрі бір психологтың алдына сөйтіп келіп жатыр. Сондықтан жалпы психологиялық түсінік, жалпы білім, ұғым бала тәрбиесінде, адаммен қарым-қатынаста, осы диалог құру жақтарынан сондай түсінік бәрімізге керек. Сондай заманға келіп тірелдік қазір. Енді психологқа бару қымбат па? Психологқа бару арзан тұрмайды. Қымбат деп былай деп айтқым келеді да, мысалға. Енді әркімге әртүрлі былай деп айтайық. Мен мысалы бір психологтан сұрадым да, сіздің қабылдауыңыз қанша тұрады? Ол кісі 900 мың тұрады дейді. Бір қабылдау, бір сағат. Мен мысалы оны өте қымбат деп есептеймін. Бұл 900 мың. Енді қазіргі менің нем бойынша, мүмкін деңгейім бойынша солай шығар. Енді бір психологтар бар жаңағындай, иә, мысалға 5 мың, 7 мың, 10 мың теңгемен қабылдаулар жасайды. Ол аты айтып тұр, ол жаңағындай бір үлкен нелерге шықпаған әлі психолог маман деген сөз. Сондықтан қандай іздейсіз, сондай бағаға барып кездесуге болады. Мысалы, сіздің сеансыңыз? Енді ондайдың бағасын айтуға бола ма? Егер құпия болмаса, өзіңізге құпия болмаса. Жалпы енді менде қатты ортасында, или ортасында деп демес шығар, жаңағындай психологтармен салыстырғанда әлдеқайда төмен, әрине, 900 мың дегендерден де тәуелділігі бар адамдарды қабылдауға алмаймын. Мысалы, балам игроман еді, сізге қабылдауға жазылайын десе, мен оларды алмаймын. Мен мысалы мынандай қабылдауларды, басқа қабылдауларды, мысалы бір әйел мен күйеу арасындағы қарым-қатынас, сондайға байланысты, сосын өзінің бір жеке қорқынышына байланысты, ұйқысы бұзылған, невроздық, психоздық күйіне байланысты, агрессияға түсе береді, соған байланысты, белгілі бір қорқынышқа байланысты. Біраз мәселелерді бір көп болса 3 қабылдаудан артық асырмаймын мен. Яғни сол кезде шешуге. Яғни көп қабылдауларды, көп мәселелерді бір қабылдаудан шешемін. Енді қазір мен ақталып отырған сияқты айтып отырмын, иә? Бірақ мысалы менің бір қабылдауым 50 мың теңге тұрады. Соңғы сұрағым болсын, жаңа біз отбасылық зорлық-зомбылықтан бастадық қой. Жалпы мынандай жағдай кезде не істеу керек? Сен куә болып жатсың, иә? Мысалы, көршім, менің көршім болды, карантин бойы екеуі төбелесіп шықты, бірақ ақыр соңында ажырасып тынды. Кейін лифттен көрдім, ол ажырасып кеттік деп айтты әйелі. Енді олардың енді төбелесі тіпті көршілерге әсер етеді ғой, саған әсер етеді, сен тыңдап отырсың, бәрін біліп отырсың. Бір күні ол әйел өлтірді деп айғайлады. Енді жан даусы шықты, қорыққаннан мен милиция шақырдым, мысалы. Милицияға анонимді звондадым да, мен көршім осылай жатыр. Келді, алып кетті, бірақ әкеп тастады. Ертеңгісінде ана әйел ренжіп жүрді, бір көршілер біреуге звондап қойыпты, нелер бар біреудің шаруасында дейді. Бұндай жағдайда мысалы Бишімбаевтың ісінде де ғой, кафедегі адамдар оның бәрін білді, жанжалдың болып жатқан, бірақ ешкім ештеңеге хабарласпады. Жедел жәрдем шақырған кезде уже тым кеш болды деген сияқты. Міне осындай жағдайда не істеу керек? Мысалы, мен не істеуім керек? Көмек шақырғаныңыз дұрыс болған. Шақыру керек көмекке. Өйткені жоқ, әлде бұл отбасының өздерінің мәселесі деп қалдыруға керек. Ол жерде зорлық-зомбылық көрсетіліп жатқаннан кейін, ол жерге араласу, жаңағындай шақыру керек сырттан сондай. Өйткені ол адамдар өздері де түсінбейді. Біз мысалы жандай зорлық-зомбылық көрген әйелдермен жұмыс жасаған кезде, тіпті сол әйелді өлім аузынан соң қолынан алып қалды, осы жерге әкелді, сол 2 ай, 3 айдан кейін сол күйеумен қайта қосылады ғой. Сол қайта қосылады. Ағайын туыстар да көп сондай бір жаманатты болып қалып жатады. Қыздары таяқ жеді, немесе анау таяқ жегеннен кейін сол жерге араласып, екеуі ажырасады деп жүрсе, бәрінің бетін масқарасын шығарып, ертең бәрі сықсиып, анау қайтадан анаған қосылып отырады. Бұл жерде бізде көп кездесетін жағдай ғой бұл. Үлкен бұл психологиялық тәуелділік. Мынау адам жаңағы неге айтады? Агрессордан мен өзім ояттым тиранды. Өйткені тиранмен тұру маған да өзімнің бір қажеттілігім бар. Біз бұл тақырыпты қозғаған жоқпыз. Себебі бұл тағы үлкен аудиторияға, көп адамдарға байланысты нәрсе емес. Бұл бірақ дегенмен 70-80%-ға байланысты. Яғни таяқ жеу әйелдің өзіне ұнайтын әйелдер болады, иә? Бұлай ұнайды деп
ашық, о мен таяқ жегенді жақсы көремін деп емес, оның жаңағы мынау психикадағы выгода, өзінің пайдасы. Яғни соны әбден сөйтіп таяқ жеген кезде ол барып жеңілдейді. Ол да кайф алады өзінше, иә? Иә. Бұл бізде отбасында көп кездесетін жағдай. Сондықтан ол оны тастап кетпейді. Бұған көбінесе таяқ жесе де төзіп отыратындар, бұл көбінесе үйде өзі таяқ жеп өскен балалар. Бала кезінде үйде таяқ жеп өскендер. Немесе таяқты көріп өскендер. Соны үнемі көрді да, оған төзу, мысалы мен таңғалып болып қазір таңғалмайтын болып қалдым. Сұмдық жағдайды айтады да, әкесінің қалай ұрғаны туралы, шешесінің қалай ұрған туралы, оны бір жай нәрсе сияқты айтады ғой. Сізге келген адамдар. Иә, оған өзі бір сондай, оған бір жаны ауырып, бойына қылып емес, ол бір нормаль, еще оған ешқандай өкпе-реніші жоқ. Мен ол түсінем деп, бұл деген дұрыс емес нәрсе. Сен солай әкең сөйтіп ұрып, сен ақыры больницада есіңді жидың деген бала бола тұра. Сені анаң сөйтіп ұрып, бұл сондай дұрыс емес нәрсенің өзін бала кезден норма қылып біз балаға қалыптастырып қойғанбыз да. Сондықтан ол ертең өскеннен кейін үлкен адам болып отбасын құрған кезде де осындай қарым-қатынас оған нормально. Көп адамдар сол себептен ананы ұрып, сондай қылыпты десе, оған өзі тапқан шығар өзінің тілінен деп нормальны қарайтын себебі де осы себептен. Біздің қоғамда, мысалы, Бишімбаев ісінде бірден әйелді кінәлап жатты көп адамдар. Соны айтсаңызшы, соны. Бұл неге? Дәл сіз айтқандай ма? Өйткені олар үшін бұл норма нәрсе. Бұл дегеніңіз көбіне бұл норма нәрсе. Және көбі бұны көріп өскен былай. Әйел жайдан жай, мысалы, міне жаңағыдай бір неше түрлі біздің ұстаздарымыз бар, тәлімгерлеріміз бар, айтып жатады ғой. Әйел аузына тас салып отырса дей ма, сондай бір неше түрлі жаңағы мысалдар бар. Мылқау сияқты. Иә, сөйтіп отырса, күйеу жаңағыдай ұрмайды, сөйтіп кет қалады екен деген сияқты жақтарға әкеледі. Яғни әйелді қайтадан бұрынғы сияқты аузы буылған, қол аяғы байланған, сондай неге қайттан оралтқысы келеді. Қалау, бұл еркектердің қалауы. Әйелдің көп құқы болмау керек деген нәрседе. Басып әйелді бір қоғамда басып ұстау жағынан. Осы қалауымды іске асырғым келеді. Бұл қалауды көптеген әйелдердің өздері де қалайды. Өйткені олар келін ұстап отыр үлкендер. Олар ана қатындардың құтырмай отырғанын қалайды. Үйде шай тамағын жасап сондай. Сондықтан бұл көптеген қоғамдағы біраз адамдардың қалауынан осы туындап отырған нәрсе. Ол сол себептен сондай деп айтады. Яғни мен тіпті сол әйелдің таяқ жегеннің өзінде тып-тыныш баласын туып сөйтіп отырса, осындай қылса деген сияқты. Осы жағынан келе ма? Енді біраз бөлігі мына жағынан келеді. Жалпы отбасы деген нәрсе ненің аясында құрылды, кімнің сұранысымен құрылды, отбасы кімге керек? Яғни отбасы деген сөз, отбасында ол жерде ақша асырау болу керек, алиментация болу керек, ол отбасы мүшесін қорғау керек. Яғни мені асыра деген сұраныс кімге керек? Мені қорға деген сұраныс кімге керек? Сонда осындай сұрақтарға жауап бере келе, сонда отбасы дегеніңіз әйелдің сұранысы. Отбасы деген нәрсе әйелге керек. Олай болатын болса, отбасын ұстап қалу, отбасында берекелі, бірлікті, сондай анасы болып отыру қадам бірінші менен басталу керек, әйел ретінде. Ал сонда менен ол басталса, менің сондай ұйған отбасыма, менің құрып отырған отбасыма барғысы кеп, осыны асырағысы кеп, күйеуім ынтығып әрдайым келіп тұру керек. Ақшасын табат болды, ақшасын әкеледі, қарайды, балалармен ойнап күліп отыр келеді. Өзінің орнын білет, жүрет, әйелдік орнын білет, әлеуметтік орнын білет табумен. Әлеуметке шыққан кезде ол арнайы жаңа қылыққа табумен шығады, қылықтарына. Отбасында қылығына табу жоқ оның. Өйткені ол жатын бөлме күйеуінің қасында. Осы нәрселерді біліп сөйтіп отырған әйелге еркек оған қол көтермейді, оның қасында. Яғни әйел еркектің ішінен еркекке кез келген нәрсеге шабыт береді. Соғысқа да шабыт береді әйел. Бар, соғыс, қыр, ана елді жаула деп. Әйел еркекке махаббатқа да шабыт береді, мейірімге, табысқа да шабыт береді. Еркекке кез келген нәрсеге әйел шабыт береді. Сондықтан әйел қандай настройда, еркек соған келеді. Бұны
ұжымдық бейсанада, коллективный сознанияда бәрі бұны түсінеді. Сол себептен бәрі әйелге байланысты деп ойлайды да, отбасында кикілжің, жанжал, бейбіт өмір, қандай өмір болса да, әйел жауапты кінәлайтын содан. Сол себептен. Бұдан енді біз арылуымыз оңай ма, қиын ба, ары қарай? Бұдан арылуымыз арылу емес, түсінікке келуіміз керек. Келетін күн келе ме? Біз келе жатырмыз біртіндеп соған. Мысалға, менің енді белгілі бір өзім аудиториям бар ғой, жаңа басында айтып қалдыңыз ғой, танымал психолог деп, деп ойлап қалдым. Белгілі бір аудиториям бар, мен осы түсінікке келе жатырмын. Мен көп ер адамдармен жұмыс жасаймын. Менің алдымда 100 ер адам отыр. Мен сол ер адамдарға беретін түсінігімде, жасайтын жұмыстарымда еркектік өздерінің орнын, қандай жағдай болмасын, осы нәрседен қате жібермеу керек. Себебі бұл табиғаттан бізге берілген табу, талдап ол кісілер көрсетем. Сосын олардың әйелдермен жеке көрсетем. Сол кезде әйелдік орындарынан нәрселерді бөліп көрсетем. Соны түсінеді да, содан екеуінің ортасында күйлерін реттеу жұмысы болады. Содан кейін жап-жақсы, тәп-тәуір қарым-қатынаста отбасын құрып, яғни жалғастырып ары қарай кете береді деп айтуға болады. Ал бала тәрбиесі деген осы өзіңмен жасайтын жұмысты үздіксіз жалғастыру. Үздіксіз осын жалғастырмайды екенсің, баланы дұрыс тәрбиелеп өсіріп шығара алмаймыз. Яғни сіздің сөзіңізден түйгенім, қандай конфликт болмасын отбасында, оны бір тілге келіп сөзбен шешетін болсаң, кризистен өтуге болады. Да. Кез келген кризисті өтуге болады. Ал жоқ, біз мінезіміз сәйкес келмеді, біз ақыры ажырасайық деу, ол қандай шешім болу керек? Яғни былай. Ол шешімге келу үшін. Қазір қараңызшы, адам кез келген екі адам отбасын құрған кезде 100% өтірікпен құрылады отбасы. Бұл тағы бір жаңа түсінік. Өтірік болмайды екен, отбасы құрылмайды. Сондықтан өтірік деген табиғи нәрсе. Сіз өтірік деп осы жерде нені айтып тұрсыз? Нені айтып тұрғаным былай. Мен шын мәнісінде менің мінезім қандай, әке шешем жақсы біледі. Ағам мен әпкем жақсы біледі. Үйде айтады: сен қыз қандай бай алады сен, сор ғой ертең. Сен мына мінезіңмен кімге сиясың деп айтады. Яғни олар біліп тұр. А мен отбасын құрғайтқан кезде оның біреуін көрсетпеймін ғой. Біреуін көрсетпеймін. Ана жаман қатын қайдан шықты деген сол ма? Қатын ғана сондай емес, еркек те сондай. Онда білет. Аусалақтап, салақ жүрген, ақша таппайды, бір жер тұрақ жұмыс істемейді. Ішіп алса осындай еркек те оңып тұрған жоқ, жігіт те. Ал енді бір қызбен танысқан кезде бірден өзгереді. Киген киімі де бір өмір бақи тап-таза сияқты. Бір өмір бақи жомарт адам сияқты, ана қызға дастархан жайып, ақшасын төлеп, гүл әкеліп, құйдай өтірік. Яғни құйдай өтірікпен отбасы құрылады. Осы құрылған отбасын 3 жылдың ішінде сен осы өтіріктен шығуың керексің. Өтіріктен шыққан кезде қалай барсың, солай тыр жалаңаш шыға салуға болмайды. Сен өтіріктен өзіңді тәрбиелеп шығуың керексің. Тәрбиелеп, өз-өзіңмен жасайтын жұмысың осы. Сол кезде сен өзіңде тәрбиелеп өтіріктен шығасың, сенің жұбың да өзін-өзін тәрбиелеп өтіріктен шығады. Сөйтіп екеуі бір-бірін толықтай жаңағындай қабылдайды. Әйтпесе, әрбір жұп ананы өтіріктен шығаруға құштар ғой. Сенің әкең шешең сондай екен ғой, өзің жабап жүріп едің деген сияқты да. Болды, содан кейін анау мынадан іздейді. Мынаның қай өтірігінен бұлт жеткізіп шығарсам екен. А сен әке тәрбиесін көрмегенсің, сен әкең өліп жетім қалғаннан кейін деп анаң бойына тиеді, болды. Соғыс басталды. Қазақ семьяларының 70% дейік па, или 50% дейік па? Осындай мен өмір сүріп жатыр, иә? Жалпы одан кризистен шығуға болады. Түйгенім осы. Келгеніңізге рахмет. Біраз дүниені айттық деп ойлаймын. Сұхбат негізі бұнымен емес, тағы да екінші бөлімін жасау керек екен. Сондықтан осы жерден әзірге тәмамдайық. Сізге сұхбат беріп келгеніңізге рахмет. Рахмет сізге.